Ана тілің арың бұл, ұятың боп тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Қадыр Мырза Ақсақал әрине бұл сөзді қазақтарға қаратып айтқан. Алайда 30 жыл өтті, қазақша сөйлеп кеткеніміз шамалы. Орта буынды немесе билікті, үкіметті айтпай қойық. Мектеп табалдырған, енді аттаған балалардың өзі қазақша сөйлейтін емес. Сонда не? Мемлекеттік тіл ешкімге керексіз болғаны ма? Армысыздар кеші жарық, ешкі сарық ағайын. Бұл не дейді арнасы? Мен Думан Мұхаммедкәрім. Тіл мәселесіне келгенде көңілге қонымда бір жаңалық бар. Қазақтардан бұрын және осы елде туып өскен өзге ұлт өкілдерінен қарағанда басқа ел азаматтары қазақ тіліне деген қызығушылығын арттыра бастады. Мысалға, өзбек елінен көшіп келген Владислав Тен. Ол кісіні ешкім мәжбүрлеген жоқ. Қазақ тілі керексіз деп, керісінше оны үйренбеуге шақырған. Алайда Владислав қазақ тілін өзі ғана үйреніп қоймай, басқаларды да үйрете бастады. Бүгін не дейді арнасының қонағы қазаққа жаны ашып жүрген кәріс бауырларымыздың бірі Владислав Тен. Владислав, сұхбат беруге келіскеніңізге көп рахмет, қуаныштымын. Сіздің және Өзбекстаннан көшіп келгеніңіз және ұлтыңыз кәріс екенін, тіліңіз орыс тілінде шыққан туралы ақпараттар жетік, оның барлығын оқып біліп жатырмын. Мынандай бірінші сұрақ туындайды менде. Басқа елдің азаматысыз, ұлтыңыз да басқа. Неге қазақ елін таңдадыңыз және неге қазақ тілін үйренгіңіз келді? Думан аға, шақырғаныңызға рахмет. Біріншіден, сіздің сұрағыңызға жауап берсем, былайша болады, негізі Қазақстанда мені ата-анам тұрады. Олар да Өзбекстаннан негізі келіп еді, Нұр-Сұлтан қаласына, бірақ менен 7 жыл бұрын келгені да. Сосын олардың жұмыстары, бизнестері бәр қалыптасты. Сосын мен туысқан бір қарындасым бар, оны шақырды, ол да. Сосын ең соңғы кезекте мені шақырды. Мен барамын деп айтқан жоқпын, айтпаған едім. Бірақ сол кезде мен іліндім. Сосын әліммен бірге уже олардың шақыруымен мен келістім, мен келдім. Содан бері менің Қазақстандағы өмір басталды. Қазақ тіліне деген қызығушылық қайдан пайда болды? Қанша уақыт болды үйренгеніңізге? Негізі, егер білуіңізше, егер білесіздер ма, білмеймін. Мен дәрігермін, мамандығым дәрігер. Ташкент қаласының медициналық институтын бітіргенмін. Сосын 5 жыл бойы Ташкент бір клиникасында жұмыс істегенмін. Сол кезде мен 3 тіл қатар үйренуге тура келді, негізі. Бірінші болып ағылшын тілін, ағылшын тілі білесіз, халықаралық тіл бәрімізге керек, әсіресе дәрігерлерге керек, себебі жаңа медициналық ақпарат бәрі ағылшын тілінде шығады. Бәріміз орыс тіліне аударылмай, қазақ тіліне аударылмай, өзбек тіліне аударылмай, тек қана ағылшын тіліне шығады. Сондықтан біз жаңа ақпаратты оқуымыз керек. Сондықтан мен ағылшын тілін бірінші болып үйрендім. Содан кейін мен ойландым. Қасымызда өзбектер көп, өзбектер. Мен олар сөйлеген тілді түсінбеймін. Бірақ науқастарым 90% өзбек екен. Олар орыс тілін білмейді екен. Егер мен Өзбекстанның мемлекеттік тілді білмесем, мен жақсы дәрігер бола алмаймын деп түсіндім. Өзбек тіліне үйренуге, өзбек тілін терең үйренуге кірістім. Содан кейін, бір жылдан кейін мен өзбек тілін меңгеріп алдым. Нөлден бастап. Сондықтан тіл керек болса, үйреніледі. Керек болған кезде, тілге деген қажеттілік болса, үйреніңдер демейсіз, үйреніледі. Үйренуге болады. Содан кейін
Содан кейін әлі марқұм атам әлі сол кезде тірі болған кез өз немерелеріне айтқан, қарсы сөйлеңдер. Біз қарсысын білмейміз, біз шал қарсымыз ғой. Бізге керек емес деп айтамыз, қарсы тілі ау тілі біз үшін деп. Бірақ мен қарасам, енді мен қарсымын ғой, мен нағыз қарсы болуым керек. Сондықтан атамның айтқанын мен орындаймын енді қарсының өлеңге кірістім. Бір жылдан кейін өлім алдым. Енді менің тәжірибемде 3 тіл бар. Нөлден бастап өлім алған 3 тіл. Ағылшын тілі, өзбек тілі, қарсы тілі. Содан кейін ақырындап тілге деген қызығушылығым пайда болды. Дәрігер болып жұмыс істеген кезде. Содан кейін білесіз ғой, ата-анам шақырды, мен келдім Нұр-Сұлтан, енді Астана қаласына сол кезде, енді Нұр-Сұлтан қаласына келгенмін. Бірінші келісімен мен ойладым, қазақ тілі маған керек. Мен дәрігер болып жұмыс істеймін, бірақ карьера бойынша көтерілуіме қазақ тілі керек болады деп ойладым. Ата-анам маған айтты, балам, бәрі орысша, қазақтан бәрі орысша. Мен айттым, бәрі орысша. Қазақтан ешкім сөйлемей ме? Сөйлейді, аз сөйлейді. Қазақтар да орысша сөйлейді. Бірақ мен Астана қаласындамын ғой, Нұр-Сұлтан қаласында. Солтүстікте көбінесе адамдар орысша көп сөйлейді. Ең бірінші культурный шок болды мен үшін. Себебі бұрын мен қалай ойлағанмын, басқа шетелдіктер өздерінің тілдерінде сөйлейді. Мысалы, немістер немісше сөйлейді, ағылшындар ағылшын тілінде, қарсы тілінде. Мен Кореяға оқуға барып келгем. Қарсылар тек қана қарсы тілде сөйлейді, негізі. Сондықтан культурный шок болды, мен бұрын қазақта қазақша сөйлейді деп ойлаған ем, бірақ қарасам олай емес екен. Бірақ мен содан кейін тағы 7 жыл болды. Мен жақсы үйрене алмағанмын қазақ тілін. Себебі тілдік ортақ жоқ болды мен үшін. Қажеттілік те аз болды негізі. Мен дәрігер болып 3 жыл бойы дәрігер болып жұмыс істегенмін. Содан кейін мен басқа бірнеше жұмыспен айналысқанмын. Содан кейін 2007 жылы тіл орталығын аштым. Себебі мен тілге деген қызығушылығым артты. Содан кейін үйрететін шет тілдерін үйрететін әдістемімді дамыттым кішкене болса да. Аштым, енді білесіз ғой, ағылшын тіліне деген қажеттілік, жұртымыздың қажеттілігі өте үлкен қажеттілігі. Сондықтан мен ағылшын тілін енді өтем деп шештім. Бірақ арасында мен қалай ойладым, енді мен қазақ тілін үйренуге кірісем, себебі мен 1 жылдан кейін қазақ тілінде, шет тілі ретінде, екінші тілі ретінде мен өте бастаймын. Мен анық білгенмін, 1 жылдан кейін мен өніп аламын. Себебі менде менің ерекше тіл өретудің де әдісімен бар. Мен оны ерекше өзіңіз ойлап шығардыңыз, иә? Содан кейін 1 жылдан кейін қазақшам өсті, дамыттым. Әлі күнге дейін мен өніп жүрмін қазақ тілін. Мен айта алмаймын, меңгердім. Себебі қазақ тілі де өте бай тіл, күрделі тіл, сөзге бай, мәтел мақалға бай, шеті жоқ тіл негізінде. Бірақ оның негіздерін тез арада үйренуге болады негізі. Сондықтан мен қалай ойлаймын, енді мен маған орыс тіл қазақтарды қараса, мен намыстанады, намысы оянады. Кейбіреулер
қазақ тіліне, ана тілдеріне орала бастайды, үйрене бастайды. Сондай, осындай осындай оқиғалар бар. Мен білемін сондайларды. Олардың мысал ретінде келтіруге болады. Қазақтар, орыс тілді қазақтар. Сондықтан мен қалай ойлаймын, біз қалай айтамыз қазақ тілді қазақтар басқаларға, басқа ұлттарға да, орыс тілді қазақтарға қазақша сөйлеңдер. Енді мен атам туралы айтқанмын, айтып едім, атам қарсы сөйлеңдер деді. Қарсы сөйлеңдер. Қайдан білеміз қарсы тілін? Қажеттілік жоқ. Қарсы тіліне деген қажеттілік жоқ. Негізі Қазақстанда қайдағы қажеттілік болады қарсы тіліне? Жоқ. Бірақ тек ішімде мен нағыз қарыспын деген ұлттық намыс оянған соң қарсы тіл маған керек деп ойлай бастадым. Сондықтан қазақтарға да керек, орыс тілді қазақтарға. Мен де қазақпын, нағыз қазақпын деп қазақ тілін үйрене бастайды. 2007-ден бері тіл орталығын ашып үйретіп жүрмін дедіңіз ғой. Өзіңіз көрген шығарсыз, көшеде көп қазақты кездестіруге болады. Сіз сияқты намысы жоқ, намысы өліп қалған. Қазақ тілінде сөйлеуге намыстанады, ұялады, жиіркенеді. Кеңес одағын көрмеген 5-6 жастағы балаларына дейін орысша сөйлеседі бір-бірімен. Орыс тілінде ғана болашақта, қазақ тілінде болашақ жоқ деп ойлайды. Неге бізде сондай бір құлдық сана қалыптасқан, және неге одан арыла алмай жүрміз? Қалай ойлайсыз? Біз ұзаққа бармаймыз, алысқа бармаймыз. Біз кәріспіз, шала кәріспіз негізінде. Бізде дәл осындай мәселе бізде де бар. Болып жүр. Бізге кәріс керек емес дейміз. Біз өзімізді кәріс деп айтамыз. Айтқанмен орысша сөйлесеміз. Орыс тілінде сөйлей береміз. Себебі қажеттілік жоқ, біз ойламаймыз. Кәрісіні білмегенмен кәріспіз деп айтамыз. Сонда олар өздерін қазақ деп санайды, бірақ қазақтың керек емес дейді. Себебі кейбіреулер мәселе неде? Кейбіреулердің ойлауынша қазақ тілі аудың тілі. Ау тілі. Сондықтан мен бұрынде атама да айтқанмын. Қарсы ау тілі. Деревенский язык. Керек емес. То есть он колхоз тілі деп айтқанмын. Енді мен өкінем, сол сөзді айтқаныңызға өкінем. Мен қатты ренжіткенмін атамды. Бірақ енді мен түсіндім. Бірақ атам енді қатыс болды. Бірақ бәрібірде атам қуаныш болды мен қарсы тіліне кіріскеніме. Ол қуаныш болды. Мен ол еще тірі болған кезде мен өніп алдым қарсы тілін. Сондықтан сіз өзіңіздің ұлттық болмысыңызды ояттыңыз. Біз қалай оятамыз? Білесіз ба, сіз қалай қазақша сөйлеңдер деп жүрсеңіздер, ешқандай нәтижеге келе алмаймыз, болмайды. Оларға енді біз көмектесуіміз керек. Мысалы, олар мен дәрігермін ғой, сондықтан тіл білмейтін адамды мен емдеймін, ем беремін. Мысалы, сізде емес, біреуде сахарный диабет болса, мен оған айтпаймын, сіз жақсы диета сақтамайсыз, сіз темекі шекесіз, сондықтан сізде ауру болды, мен кінәламаймын. Мен енді түсінуге тырысамын. Енді мен ем беруге тырысамын. Неге ақырындап оған айтуды бастаймын. То есть қазақ тілі керек, біз қазақпыз, Қазақстанда тұрамыз, ертеңгі Қазақстан қазақ тілді болады бәрібірде. Сондықтан сіз өзіңіз білмейсіңіз, балаларыңызды
қазақ балабақшасына жіберуіміз керек деп махаббатпен, махаббат рухымен. Понимаете? Не то, что кінәламай. Кінәламау керек. Олар науқас. Яғни сіздің айтпағыңыз, жаңағы қазақ тілін білмейтін азаматтар, олар бір дертке шалдыққан, оларды түсініп, жағдайына кіріп, емдеу керек дейсіз ғой. Емдейміз. Мысалы, жақсы дәрігер, ол сүйіп, науқас сүйіп, махаббатты көрсетіп емдей алады. Сондықтан бізде, мысалы, кейбіреулер айтады, олар қазақ емес, олар қазақша сөйлемейді, олар қазақша түс көрмейді, олар қазақша жыламайды десек те, олар қазақ. Мысалы, біз кәріспіз. Кореяға барсақ, кәрістер бізді кінәламайды. Кәрісші білмейсіңдер деп кінәламайды. Олар біздің саяси мен тарихи жағдайымызды түсінеді. Шын жүректен түсінеді. Бірақ сондықтан біз оларды кішкене түсінсек, балалары, егер ата-аналары олармен қазақша сөйлемесе, қайдан біледі қазақтан? Ата-аналары олармен сөйлемесе қазақша. Мысалы, басқа бір академиялық мәселе бар. Біздің орталығымызға тап-таза сөйлейтін қазақтар келеді. Өздерін балаларын әкеледі. Балалары тап-таза орысша. Мен олардан сұрасам, дәрігер ретінде да сұрасам, там история болезни да сияқты. Неге сіздің балаларыңыз қазақша сөйлемейді? Білесіз бе, біз жұмыстамыз, ал балаларымыз көшеде орысша сөйлеген достарымен жүріп жүр. Содан кейін ютубта, планшеттің тілі орыс тілі, қазақ тілі емес. Себебі, егер біз орыс тілімен салыстыратын болсақ, ағылшын тілі, орыс тілі ақпаратпен салыстыратын болсақ, қазақ тілі ақпарат аз. Біз мойындауымыз керек аз екенін. Сондықтан енді біздің мейлімізде айтатыным, көбірек шығару керек ақпарат, қазақ тілі ақпарат. Кез келген ақпарат дубляждау керек. Кез келген қызықты мультфильмдерді, фильмдерді шетелде шығарылатын мультфильмдерді шығаруымыз керек қазақ тілінде дубляждап, өте керемет әдемі дауыстармен. Сіз келесіз бе? Келісемін, бірақ та қараңыз, Тен мырза, осы сұхбатты жазардың алдында сіз екеуміз келіскен едік, саясат тақырыбында сөйлеспейміз деп. Бірақ бізде тіл мен саясат бір-бірімен біте қайнап жатқан тақырып. Бұл жерде мемлекеттің ұстанған саясаты тіл мәселесіне келгенде кішкене екіжүзділеу болып келеді. Мысалға, жаңағы кино, дубляж айталық. Ол жерде біздің кинотеатрларға барып көрген шығарсыз. Қазақ тіліне аудару керек деген заңды қалай орындады? Кино орыс тілінде. Субтитр шығарады. Голливудта түсірілген, ағылшын тілінде түсірілген кино орыс тілінде, қазақ елінде көрсетіледі. Астына субтитрмен береді. Ол субтитрді қазақ оқыса да түсінбейді. Ана қазақшаны түсіну үшін қасыңа бір шала қазақты алып келіп аударып берші, анда не жазылып тұрған деп айтуың керек. Сол сияқты жаңағы планшет, ұялы телефон немесе компьютерді айтыңыз, теледидар біздің дүкендерде миллиондап сатылып жатыр. Кез келген мемлекет өзінің нарығына кірген тауарға қазақ тілінде нұсқаулығы болсын деп, өзінің тілінде нұсқаулығы болсын деп талап қояды. Ал бізде қазақ елінде ондай жоқ. iPhone, Samsung, кез келген дүниелерді сатамыз, бірақ біз ондай мемлекет ондай талап қоймайды. Егер де сіз айтқандай талап болмаса, онда қазақ тілі кімге керек? Бұл жерде мемлекеттің саясатын сынағаным дұрыс шығар. Сіз қалай ойлайсыз? Мысалы, сіз білесіз ғой, мысалы, мен Өзбекстаннан келдім, бірақ Өзбекстанда көбінесе адамдар өзбекше сөйлейді. Мысалы, тек қана үлкен қалаларда орыс тілінде сөйлейді. Орыс тілі де қосылып сөйленеді. Бірақ білесіз ғой, өзбектер
әуел бастан өзбек тілін білген. Ал қазақтар өз ана тілінен арылған халық болған. Солай ғой. Олардың тілі ауыстырылған, орыс тілі ауыстырылған. Мен өте жақсы түсінемін. Біздің кәріс тіліміздің мәселесі дәл солай. Мен түсінемін сіздер қазақтарды. Сондықтан. Бірақ сіздің мәселе одан да үлкен, себебі сіз өз жеріңізде тұрасыз. Біз өз жерімізде тұрмаймыз ғой. Сондықтан қарсылығымыз жоқ. Сондықтан, мысалы, даже үкіметте адамдар, кейбіреулер қазақша жақсы білмейді. Сондықтан үкіметтегі адамдар қазақ тілімен қатар орыс тілінде сөйлей бастайды. Сондықтан егер орысша сөйлесе, бәрі түсінеді. Қазақ тілінде сөйлесе, тек қазақ тілі түсінеді. Сондықтан кішкене осындай жағдай болып жатыр. Енді олардың қазақша сөйлеуіне кім кедергі келтіреді? Мысалға, осыдан 10 жыл бұрын, 5 жыл бұрын үкімет қазақша сөйлеп кететін болса, осы кезде бәрі сөйлеп кететін еді ғой. Мысалы, үкіметте орысша сөйлей берсе, орысша, қазақ тілімен қатар сөйлей берсе, қазақ тілін білмейтін олар қалай ойлай береді? Бәрі орысша болады ғой. Сондықтан мен біраздан кейін өне бассайым. Уже вақыт өте келе өне бастамайды. Сондықтан мен айта алмаймын, мен саясаткер емеспін, бірақ мен қалай ойлаймын, үкіметте бәрі қазақша болу керек деп ойлаймын, дұрыс болу керек. Бірақ мен айта алмаймын, мен оларға кіммін, мен просто осыны Қазақстанда тұрамыз ғой, сондықтан қазақ тілі болу керек. Ал қазақ тілін білмейтіндер, түсінбейтіндер өре басасың. Қазақтың өне басасың. Ал енді мынаны қараңыз, Сен мырза. Бізде мемлекеттік деңгейде мынандай талап бар. Шенеуніктер, мемлекеттік қызметке жұмысқа тұратын азаматтар міндетті түрде қазақ тілін білу керек деген. Алайда, енді 90 демей қойын, бірақ жартысынан көбі 70% қазақ тілінде сөйлей алмайды. Анау талап қайда қалды деп ойлайсыз? Мен сөйтсем мынандай мәселе бар екен. Мемлекеттік тіл талап етіледі деп айқайлатып тұрып айтамыз, бірақ заң жүзіне келгенде тест тапсырғанда қазақ тіліндегі емтихан ат үсті. Ондан 0 балл алсаң да өтеу кересің деген мағынада келтіреді екен. Енді осы талапты қалай мемлекеттік деңгейде көтеріп түзесек болады? Сіз енді ұлтыңыз басқа елдің азаматысыз, енді сіздің сырт көз сыншы дейді ғой. Сіздің ойыңызды білгім келіп отыр. Мен егер айтар сөзім бар, әрине, мен қатал емтиханнан өткізу керек оларды негізі. Егер өтпесе, кіргізбеу керек негізі. Солай болу керек. Яғни жаңағы заң шынайы заң түрінде жұмыс істеу керек дейсіз. Мен білмеймін, мен заңдарды жақсы білмеймін ғой. Осындай заң бар ма, жоқ па деп білмеймін негізі. Сіз қазір айтасыз, заң бар. Қазақ тілінің мемлекеттік қызметкерлер заң бойынша қазақ тілін білу керек. Міндетті. Жоғары деңгейдегі қазақ тілін білу керек деп айтасыз қазір. Мен заңды білмеймін негізі. Бірақ осындай заң болса, содан кейін оларды тек емтихандарынан өткен соң ғана кіргізу керек жоғары жұмысқа деп ойлаймын. Солай, басқаша ұсыныс қандай болады. Бірақ қалай оларды қалай кіргізеді, мен білмеймін. Қандай жолмен кіргізеді білмеймін. Бірақ мен кішкентай адаммын, мен оларға ұсыныс бермеймін. Бірақ мен ойлаймын, егер осындай заң болса, заң бойынша оларды кіргізу керек. Емтихан жақсы тапсырса, кіргізе аламыз оларды жоғары жұмыстарға. Тапсырмаса, значит, тағы бір 6 айдан кейін 6 ай бойы үйренсін,
сосын кіргіземіз, өздерін қазақ тіліне деген деңгейлерін дамытсын, содан кейін кіргіземіз. Содан кейін әділет болады. Енді менде мынандай сұрақ туындайды. Мысалға, мен ертең заңгерлермен келісіп, кездесіп, жалпы ұлттық петицияны бастасам, мемлекеттік қызметке алынатындар қазақ тілін білмесе, қызметін босатсын. Тек қана қазақ тілінде сөйлейтіндер шенеунік бола алады. Және ол заңды түрде қолға алынсын, осы заң жұмыс істесін деген сияқты табақтай қылып петиция жазсам, сіздің ұлтыңыз басқа, жаңа азаматтығыңыз басқа, бірақ сіз менің петициямды қолдап қол қоясыз ба? Осы менің идеямды қолдайсыз ба? Негізі қолдаймын, бірақ білесіз ба, осындай адамдарға, әлі күнге дейін қазақ тілін жақсы меңгермеген адамдарға біз шанс, мүмкіндік беруіміз керек. Мысалы, айтамыз, тағы 3 ай береміз, 3 ай ішінде қатты кірісесіз қазақ тілін үйренуге. 3 айдан кейін көреміз. Егер сіздің деңгейлеріңіз дамымаса, көтерілмесе, все, босатамыз. Как бы кішкене мүмкіндік беруіміз керек. Бір-бірде, білесіз ба, көп адам қазақ тілін білмейді, жақсы білмейді, сыры босатылса, кім жұмыс істейді? Енді мен сізбен келісемін, жаңағы мүмкіндік беру керек деген. Бірақ біз ондай мүмкіндікті 3 ай емес, беріп жатқанымызға 30 жыл болды ғой. Түсінемін. Енді Тен мырза, мынан қараңыз. Енді жаңа қазақ тілін білмейтін қазақтар мәселесіне қатысты ойыңызды білдім, түсіндім. Біздің елде ұлты бөлек, орыс болсын, кәріс болсын, неміс болсын, украин болсын, орыс тілінде сөйлейді, қазақ тіліне келгенде жиіркене сөйлескісі келмейді. Интернетте мынандай қанатты сөз жиі кездестіремін. Оны біреу Карл Маркстың айтқан дейді, енді біреуі жоқ Карл Маркстың емес, басқа бір азаматтың айтқаны дейді. Былай деген екен. Тұрып жатқан елдің тілінде сөйлемейді оккупант немесе кешше деп. Кешше деген идиот деген сөз. Мен бұған қосар едім 3-ші нұсқаны шовинист деп. Қалай ойлайсыз, қазақ тілінде сөйлемейтін басқа ұлттар осында 30 жыл бойы тұрып жатқандар, осы 3 санаттың қайсына жатқызасыз? Оккупант па, шовинист па, әлде кешше ме? Мен ешқай топқа жатқызбаймын, себебі менің атам қазақша сөйлемейді. Қазақша сөйлемейді, менің атам. Енді сіздер Өзбекстанда тұрдыңыздар ғой, осы қазақ елінде тұрып жатқан басқалар. Бәрбірде. Мысалы, Қазақстанда өзге ұлттар тұрады, орыс тілді қазақтар да тұрады. Бірақ егер өздері сөйлемесе қазақша, олардың өздері қалауы бойынша қазақша сөйлемейді. Орысша сөйлейді, басқа тілде сөйлейді. Мысалы, дүнгендер, дүнген тілінде сөйлейді. Мысалы, уйғурлар, уйғур тілінде. Сіз ешқандай талап ете алмайсыз, олардың ақылдары жетпейді тіл үйренуге деген ақылдары. То есть уақыт кетеді, уақыт алады. Сондықтан бірақ егер сен қазақ тілін білмесең, сен еш болмаса жек көрмеуің керек қазақ тілін. Жек көрмеуің, сен құрметтеуің керек. Мысалы, мені атам, Өзбекстанда тұрған атам, қазір болған марқұм атам, ол айтқан, ол өзбекше де қазақша білген, тап-таза сөйлеген, екі тілде де. Мен білмегенмін, сол кезде білмегенмін. Атам, мен туысқан атам, мені атамның әкесі негізі, анамның негізі, нағашы атам. Ол айтқан, өзбектерді, Өзбекстанда біз көрметуіміз керек деді. Көрметуіміз керек. Қазақтарды, басқа, қазақтарды, өзбектерді, қарапалықтарды, бәрін, қырғыздарды, бәрін біз көрметуіміз керек. Сондықтан өзбекше сөйлеп деді маған. Бірақ мен сөйлемеген. Себебі мен себегенмін өзбектің, өзбек халқын. Сондықтан енді олардың кейбіреулері
олардың жартысы менсінбейді, олардың жартысы жек көреді, олардың жартысы өздерінің тілдерін жоғары деп санайды, қазақ тілінен, қазақтардың сөйлейтін тілінен. Бірақ олардың ол жаман. Олардың пікірлерін өзгертуімізге тырысуымыз керек. Әрине, махаббат. Қалай сөзбеншілікпен қалай айтуға болады білмеймін, бірақ кінәламауымыз керек. Сондықтан мысалы, особенно әсіресе қазақтар өздері білмесе де, уже жасқа толған адамдар да, уже милары уже істемейді, орысша істемейді. Мысалы, шет тілін, қазақ тілін шет тілі ретінде, екінші тіл ретінде үйренуге уже деген уже ақылдары жетпейді. Еш болмаса құрметтеу. Еш болмаса өздерінің немерелеріне, балаларына айтсын, насихаттасын. Қазақ тілін үйрену керек деп. Мен насихаттаймын. Мен өзімнің балама, екі балам бар, мен өтіп жүрмін қазақ тілін. Негізі мен бала ұлым үшінші сыныпқа баратын. Ол қазақша жақсы білмейді, әрине. Біз орыс тілі отбасымыз ғой, қажымыз. Бірақ бір күні келіп, мен жек көремін қазақ тілін. Неге жек көресің? Түсінбеймін. Егер түсінгенде, қазақ тілді түсінгенде, қазақ сөйлейтін тілді түсінгенде, оған қызық болар еді. Оған қызық емес. Сондықтан мен оған қазақ тілін жаңадан нөлден бастап түсіндіріп үйретуім керек. Мен өзім. Қазақ тілі мұғалімдері емес. Мен оларды да қазақ тілі мұғалімдерінде мен кінәлай алмаймын. Себебі олардың оқушылары өте көп. Үш смена айлықтары аз. Мысалы, егер мемлекетімізге деген ұсынысым қазақтың дамысын деген деп қазақ тілін үйрететін мұғалімдерге олардың айлықтарын, жалақыларын көтеруіміз керек. Оған мысалы тапсырма бересіз. Мысалы, сіз мектеп директоры боласыз. Оны айтасыз, қазақ тілі мұғалімі, сіз шақырасыз, соны алдыңызға айтасыз. Қазір 10 оқушы, орыс тілі оқушы, бір айдан кейін олардың деңгейлерін, қазақ тіліне деген деңгейлерін көтерсеңіз, сіз бонус қосылады. Иә, ол стимул болады. Енді не болады қазақ тілі мұғалімі, не болады? Ол тырыса бастайды. 2-3 мұғалім болып кетеді. Ал біздің балаларымыз мектепке келіп, бізге жалоба етеді. Вообще үйретпейді нормально. Нормально не преподает, там неинтересно, папа, ты интересней рассказываешь. Әрине, олардың экономикалық қызығушылығы жоқ. Мақсат болмас. Понимаете, вы говорите, сіз айта бересіз, біз патриот болуымыз керек, патриот болуымыз керек, бірақ бізде нан табуымыз керек, бізге де табыс, то есть бізге орынды табыс беру керек. Сондықтан, егер мұғалімге орынды табыс таппаса, ол жақсы үйретпейді. Ал мен үйреге тырысамын, себебі менде бизнес. Тіл орталығым. Мен қазақ тілінің арқасында, ағылшын тілінің арқасында, басқа бірнеше тілдің арқасында мен табыс табамын. Мен шындықты айтам. Бірақ мен өзімнің тілге деген качествомды мен сапасын дамытуға тырысамын. А олар тырыспайды. Поэтому вот такой ұсыныс та бар. Сіз түсінесіз ба? Мысалы,
енді вот мемлекеттік чиновниктерге орыс қазақ тілін білмесе орауса әкелсін бірінші, одан кейін одан жақсы біле бастайды қазақ тілін. Қадірменді ағайын, осы тұста мен сіздерге өтінішімді айтсам деп едім. Мына өздеріңіз көріп отырған Каспий есеп шотына 500 теңгеден болса да, 1000 теңгеден болса да көмек көрсетулеріңізді өтінемін. Көп қосылса көлдеген. Ал сіздер әрқайсыларыңыз аз да болса тиын тебеннен көмектесетін болсаңыздар, мен сапалы бейнекамера, сапалы микрофон және сапалы ноутбук сатып алмақ ойым бар. Бұл әрине не дейді арнасының тәуелсіз көзқарас ұстануына және сіздерге өте өзекті мәселелерді көтеріп, соны жеткізуге септігін тигізеді. Қазақ тілін үйретіп, табыс тауып отырмын дегеніңіз, меніңше ода ұялатын ештеңесі жоқ. Оныңыз дұрыс. Ол жаңағы егер адамдар бар болатын болса, нарықта сұраныс бар болатын болса, сол сұранысты неге қанағаттандырмасқа? Енді өзіңіз айтып отырсыз ғой, жаңағы 2007 жылдан бастап осы тіл орталығымен айналысып жүрмін деп. Шамамен осы уақытта қанша адам қазақ тіліне деген қызығушылығы пайда болды? Қанша адам сөйлеп кете алды? Мен анығын айта алмаймын, бірақ жеке сабағымнан 100-ге жоқ адам сөйлеп бастаған. Немесе қалай айтуға болады, олар өздерінің деңгейлерін көтерген. Бірақ білесіз ба, қазақ тілі не деген? Қазақ тілі туралы айтатын болсақ, ағылшын тілі айтатын болсақ басқаша болады. Себебі сұраныс не болса да сұраныс ағылшын тіліне көбірек болады. Білесіз ғой, енді мен сіздің бизнесіңізді 100% қолдаймын және өзімнің арнамда тегін жарнамалауға жіберуге бармын. Егерде мекен жайыңызды айтсаңыз, осы жерге титрмен көрсетіп қойайық. Құпия болмаса айта кетсеңіз, сіздің курстан өту үшін өзге ұлт өкілдеріне немесе қазақ тілін жетік меңгергісі келген азаматтарға бір айлық құны қанша болады? Әлде жылына бір төлеу керек па? Бізде топтық сабағымызға 2,5 мың бір сабағына. Бір сабақ 2,5 теңге, е? 2,5 мың теңге. Осындай сабақта 3-4 адам қатысады. Солай. Яғни егерде шындап кірісетін болса, айына бір 50 мың теңге төлеп... 50 мың емес, 25 мың. Айына 10 сабақ қана өту үшін, 2-3 күнде бір келеді. 12 сабақ 25-30 мың кетеді адамдан. Бірақ білесіз ба, біз кейбіреулер қалай келеді? Айтады, ақша ұрамас, қазақ тілі керек, ағылшын тілі керек, басқа тіл керек. Оларға скидка жеңілдік жасайсыз. Жеңілдікті жасаймыз негізі. Ал енді сіздің орталықта қанша адамға жұмыс тауып беріп отырсыз? Қанша адам? Қазір менімен бірге 5 адам жұмыс істейді. Біз онлайн түрде ғана жұмыс істейміз. Ешқандай енді мекеме бізге керек емес. Себебі бәрі онлайн болады. Zoom негізінде болады бәрі. Ал жаңағы сізбен бірге жұмыс жасайтын азаматтардың бәрінің ұлты басқа біреу ме, жоқ ішінде қазақ тілді мұғалімдер бар ма? Бәрі қазақ, бәрі екі тілді білетін қазақ. То есть ағылшын тілінде білетін, қазақ тілінде білетін. Себебі біздің орталығымызға келетіндердің сұранысы неге көбірек болады? Екі тілді де үйрететін сабаққа. Мысалы ағылшын тілін мен қазақ тілін қатар. Кейбіреулер Америкадан сабақ алады. Мысалы, Америкада қазақтар тұрады. Ата-аналары өздерінің америкаланып кеткен балаларын әкеледі.
олар тек қана ағылшынша сөйлейді, бірақ олардың ұлты қазақ. Сонда аналары қазақ тілін білсін деп біздің органымызға әкеледі оларды. Біз енді оларға ағылшын тілі арқылы қазақ тілін үйретеміз. Енді Димаш бар ғой, Димаш. Білесіз, Димаш Құдайберген. Да, Димаш Құдайбергеннің арқасында өте көп сұраныс көбейе келеді. Бүкіл әлемден қазақ тілін үйренетін Димашты қазақ тілінде түсінгісі келетін фандар бар. Кейбірлі бізден сабақ алады. Сонда сіз тек қана қазақ елінің ішінде ғана емес, бүкіл әлем бойынша онлайн түрде сабақ бере бересіз? Қазақ тілін. То есть, смотрите, пайыздық мөлшермен айтып бересіз ба? Сізге курсыңызға жазылып, жаңа онлайн тәлім алып жүрген азаматтардың қанша пайызы қазақ, қанша пайызы басқа ұлттар, оның ішінде жаңағы америкалық немесе француздар бар ма? Қазақ 80%. 80% қазақ. Ал Америка, Франция, Еуропа елдерінен де көп, Олар аз, бірақ бар. Олар 2% болса болды. 2%. Ал ұлты орыстар ше? Орыстар көбінесе содан кейін кәрістер көп. Кәрістердің қазақ тіліне деген қызығушылығы көп екен. Мен таңғаламын, бірақ оларға қазақ тілі керек екен. Орыстар да бар, бірақ кәрістер көп. Мүмкін олар мені атыма келеді, сондықтан мен кәріспін ғой, сондықтан білмеймін, бірақ кәрістер көп. Негізі оған таңғалатын қазақ тілін үйренетін. Мен өзім ауылда өстім, мынау Семей өңірінде. Біздің ауылда немістер болды, кәрістер болды, орыстар болды. Таңғаласыз, бала кезімде ойнап жүрген кезде біздің жан-жағымыздағы көршілер, жаңа кәрістер, немістер қазақша таза сөйлейтін. Үлкен ақсақал әжелер бар, қазақша таза сөйлейді. Ал орыстардың бірі қазақ тілін білген жоқ біздің ауылда. Ол орыс көрсем, мен орысша сөйлесем. Не білесіз бе, орыстарда бір ол кішкентай, мен орыстарды кінәламаймын, орыс балаларын, бірақ ата-аналары оларға кішкене басқаша идеология миларына кіргізген. Қандай? Біз орыспыз, біз ең жоғарымыз деп. Бірақ кінәламаймын, ол саясат. Бірақ осындай пікірлер болған, білем. Мүмкін сондықтан ба, білмеймін. Бірақ немістер айтпаған солай, кәрістерде. Кәрістер өздерін вообще ешкім деп санаған халықпыз. Біз тарихымызда жоқ, тарихымыздан да арылған, біз тілімізден де арылған, біз нағыз моңғолпыз негізі. Тап-таза моңғолпыз негізі. Енді мен бір пост жасап едім, қазіргі кезде дамыған оңтүстік Корея болмағанда біз ешкім болмаушы едік. Енді біз оңтүстік Кореяның арқасында бізді енді біз таныламыз. Кәріс деп таныламыз. Енді қызық болды ғой, мәңгүрт деген сөзге екеуміз отырып таласып қалып жүрмейік. Мен мәңгүрт десем, мен жергілікті кәрістерді айтам. Жергілікті кәріс, біз нағыз мәңгүртпіз. Смотрите, себебі біздің тіліміз жоқ. Тілі жоқ халық ұлт емес. То есть ассимиляцияға тез ұшырайды. Ұлт жоғалады. Бірақ оңтүстік Кореядағы тұратын кәрістермен айтамын, олар нағыз патриот. Себебі кейбіреулер айтады, қазақтар, бізде не болды? Ашаршылық болды, біздің санымыз аз болды, қазақша сөйлейтін, қазақ жерінде қазақша сөйлейтін азамат аз болды, орысша сөйлейтін азамат көп болды, сондықтан қазақтың мәселесі бар қазір кезде. Енді қарасаңыздар, Корея Жапонның бір үлкен отары болған.
болған, иә. Сол кезде жапониялықтар Кореяны карстерден айыруға тырысты. Атталарын өзгертті. Мысалға, сіздің есіміңіз Владислав. Не, орыс есімі, орыс аты. Бірақ кейбіреулер айтады, сейчас я Корея туралы быстро тезірек айтам. Содан кейін кореялықтар тәуелсіздігін алған соң бірінші болып ана тілін дамытуға тырысты. Қайта дамытуға тырысты. Сондықтан енді Кореяға барсаңыз, бәрі қарсы. Орысша емес, жапонша емес, қарсы бәрі. Жапонда бір сөз жоқ. Енді қараңыз, мені атым Владислав. Бірақ маған берген, ата-анам маған берген атымды мен қасиетті деп санаймын. Ол орысша шықса да, орысша, негізі ол орыс аты, Владислав деген. Бірақ мен өзім орыс деп санамаймын. Ол тек сыртқы киім. Мен атым ол сыртқы киім. Ішінде мен кәріспін. Кәрісін білетін кәріспін. Сонда, бірақ, мысалы, Виктор Цой бар ғой? Виктор бар еді ғой? Виктор Цой, ол өзін кәріс деп санамаған. Өзін орыс деп санаған. Орысша ән жасаған. Мысалы да, ал менде бұрын кәрісінің білмесем бұрын, мен өзімді орыс деп санағанмын. Тіл орысша шыққандықтан, өзімді кәріс болудан мен оянғанмын бұрын. Мектепке барған кезде, мен мектепте бір ғана кәріс болған. Мен оянғанмын кәріс болудан. Көзім, кішкентай, мен экзотика сияқты көрінгенмін ғой. Әлі күнге дейін біз кәріспіз, біз экзотикамыз. Бірақ қазір мен тіпті басқаша ойлай бастадым. Енді мен кәріспін. Мақтан тұтасыз кәріс екеніңізді? Мақтан тұтамын да, кәріс болғанымды. Бәрі тілден басталады. Кәрістілік кірген соң, ішіме кәрістілік кірген соң, әрбір тілінің рухы бар, өзіне тән рухы бар. Кәріс тілінің рухы мені кәріс қылды, нағыз кәріс қылды. Сондықтан қазақтарды тек қазақтаны нағыз қазақ қылған деп ойлаймын. Это такой философиялық әңгіме болды, бірақ оның да шындығы бар. Астары бар, дұрыс айтасыз. Корея ғана емес, мына Израиль, мен еврей ұлтын көбісі жиіркеніп, жек көріп қарайды ғой. Мен өзім шындығын айтқанда қатты сыйлаймын. Қараңыз, олар өліп қалған тілін екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Израиль пайда болды, өздеріне мемлекет құрды, Палестинаның жерін тартып алса да. Бірақ өліп қалған тілін тірілтіп алды. Қазір Израильде ағылшынша немесе орысша білмейтіндер бар, бірақ еврей тілін және ивритті білмейтіндер жоқ. Олар өліп қалған тілін тірілтіп алды. Біз 30 жыл болды, әлі тірілте алмай жатырмыз. Еврейдің, кәрістің қазақтан не айырмашылығы бар, сонда мен соны түсінбеймін. Мен айта алмаймын, бірақ бізде орыс тілі көп болды ғой. Орыс тілі көп болды. Орыс рухы бізге кіріп кеткен. Содан кейін әлі күнге дейін осылай. Мен орысты кінәламаймын, бірақ орыс рухы қазаққа кірген. Мысын басты дейсіз ғой қазақтың? Түсінбедім. Мысын басты дейсіз ғой орыс тілі қазақ тілінің? Иә. Сондықтан негізі қазақ тілінің мәселесі жоқ. Білесіз ба? Мен қалай ойлаймын? Әрине бар. Себебі қазақтар, нағыз қазақтар қазақ тілі бүкіл қазақтан қазақ тілі болсын деп тырысады, қалай болғанын. Бірақ әлі күнге дейін бар қазақтандықтар қазақша сөйлемейді. Сондықтан мен түсінемін. Особенно
әсіресе қазақтар сөйлемейтініне сөйлемейтінін де мен түсінемін. Бірақ тағы 10 жыл өтсін, 20 жыл өтсін, 30 жыл өтсін, бәрі қазақша болады, Думан аға. Ой, оған дейін 20 жылға дейін қазақ тілі мүлдем құрып кетпесе. Жоқ, болмайды. Болмайды. Осыны әңгіме айтуға болады. Мысалы, татар тілі, башқұрт тілінің осындай қаупі бар. Қауіп, иә? Опасность, риски бар. Қауіп бар. Ал Қазақстан өз жерімізде тұрамыз ғой. Бәрібір қазақ тілі мемлекеттік тіл. Аз сөйлесе де қазақ тілінде. Болашағы бар тіл. Болашағы бар тіл қазақ тілі. Мен сенем. Мен қазақ тілінің зор болашағына қатты сенем. Мен бармын ғой. Мен орыс тілдерді өлтем қазақ тіліне. Менің бір арманым бар. Ертеңгі Қазақстан, қазақ тілді Қазақстан. Менің қосатын үлісім де қосылады. Болады солай. Сізге сенемін. Білесіз бе, кейбірлер орыс тілдер мені жек көреді. Негізі жек көреді мені. Себебі ваттың арқасында да қазақ тілі дами береді. Сондықтан оларға ұнамайды. Мен ұнамаймын оларға. Кейбіреулерге, орыс тілі қазақтарға да мен ұнамаймын. Себебі мен ашық айтам. Қазақ тілін үйрену үшін ешқандай қазақ тілі ортада керек емес. Қазақ тілі мұғалімде керек емес. Тек қана қалау керек. Мен де мынандай бір сұрақ туындайды. Алдымен мысал келтірейін, иә. Мен дүкенге барғанда қазақты көрсем, міндетті түрде қазақша сөйлеймін, орысша сөйлемеймін. Керек тауарымды алсам да, көшеде жүргенде, қай жерде жүрсем де тек қана қазақша сөйлеймін, және қазақ тілін талап етемін. Сонда кейбір өзіміздің қара көздер менің бетіме қарап, нацист что ли деп айтады. Яғни мен қазақ тілін талап еткен үшін мені ұлтшыл, фашист деп айтады. Ал сіз кәріс қазақ тілін талап еткенде сіз не деп айтады? Нацист деп айтпай ма? Не деп айтады екенсіз? Егер мен қазақ тілін талап етсем? Негізі мен қазақ тілін талап етпеймін. Негізі мен қазақ емеспін ғой. Сіз әлгінде айттыңыз ғой, мені қазақша сөйлегенімді басқа ұлттар жек көреді деп. Жек көретіндер не дейді сізді? Думан аға, солай болады. Думан аға, негізі солай болады. Мен дүкен барсам, мен қазақтарды көрсем, қазақ тіліне ауысам. Қазақша сөйлей бастасам, сен Қытай ма, Жапон ба, кәріс пе деп, что ты со мной по-казахски говоришь? Деп орыс тілінде сөйлеуге тырысады. Мен сол кезде мен түсінемін, ол қазақша білмейді, или аз біледі, или оялады қазақ тілін сөйлеуден. Оялады, жақсы білмегендіктен мүмкін ба, әлі білмеймін. Сондықтан мен сол кезде мен айтпаймын, мен Қазақстан тұрамыз ғой деп айтпаймын. Мен айтамын, сіз қазақсыз ғой, сондықтан мен сізбен қазақша сөйлеуге тырыстым. Кешіріңіз, мен қазақ тілін өнім жүрмін. Сондықтан сіз қазақсыз, мен сізбен қазақша сөйлескім келді. Бірақ қалмасаңыз, ғана сөйлемейміз қазақша деп айтамын. Осындай кездер болған осындай кездер. Мен оларды кінәламаймын, еш құқығым жоқ. Мен айтпаймын, қазақша сөйлеймін, мен айтпаймын деп айтмаймын. Бірақ сондай қызықты оқиғалар бола береді. Кейбіреулермен, наоборот, таксисттер, они в основном оңтүстіктен келді. Олар бәрі қазақша сөйлейді. Мен бір таксистпен мен қызықты оқиға болды. Таксида отырдым. Содан кейін мен төлей бастаймын. Ақшам жоқ. Қолдағы ақшам жоқ. Айтады, Каспи бар ма? Каспи бар. Каспиін жіберем. Каспи жібердім. Мен енді таксиден шығам. Шығып атқан кезде ол, ей, стой, Владислав, дейді. Сен қазақ емессің ба? Жоқ, мен кәріспін. Мен сені қазақ деп ойлан. А потом Каспи мен мені аты жөнім шықты ғой. Тен Владислав деп.
Сен кореец екенсің, мен сен қазақ деп. Сен қайдан келдің? Қызылордадан келдің ме? Жоқ, мен Ташкент қаласынан келдім. Ой, Ташкентте қазақша сөйлейді. Ой, керемет деп. То есть риза болып қазақ тілін, иә, қалай? Риза болып жатады сол сіздің қазақша сөйлегеніңізге қарап. Сондықтан мен өзге ұлттарды мен қалай насихаттаймын. Қазақтар, сіз бір сөз қазақша сөйлей айтсаңыз, все уже сен ең жақын қонақсың қазақтарға. Қазақ негізі қазақтар өте қонақшай. Сіздер қонақшай халықсыздар. Мен мойындаймын, сіздер осындайсыз. Сіз өте қонақшай уақыттарыңыз сіздің тіліңізге зиян келтірді. Қонақжайлық біздің тілімізге зиян келтіреді? Сіздің қонақшайлығыңыз. Себебі сіз қонақшай болған соң, мысалы мен қазақша білмеймін. Енді біз екеуміз сөйлей бастаймыз. Мен қазақша білмеймін, сіз орыс тіліне ауысасыз. Сіз орыс тіліне ауысасыз. Мен қазақ тіліне ауыспаймын, сіз орыс тіліне ауысасыз. Сондықтан сізді қонақшай деп айтуға болады. Мені қонақшай деп айтуға болады. Себебі егер сіз Кореяда, біз Кореяда тұрғанда, сіз қонақшай болса, сіз қазақсыз, біз Кореядамыз. И мен қазақтың білем, мен сіздің қонақтың тілінде сөйлей бастасам, мен қонақшаймын. Сонда қазақтар өте қонақшай. Енді теоремада қазылды, да? Қазақта мынандай сөз бар, балық басынан шірейді деген. Негізі біздің үкіметте ғана емес, саясат тақырыбынан айтпаса болмайтын болып тұр бұл жерде. Қасым-Жомарт Тоқаев бала кезінен орыс тілінде өсті, қазақ тілін жетік білген жоқ ол кісі. Одан кейін Қытай тілін үйреніп алды. Ал Қытай тілінде оқу, жазу деген ол әлемдегі ең ауыр тіл екен. Қытай тілін меңгеріп алды. Қазақ тілін осы президент болардың алдында ғана кішкене үйрене бастады. Қазірдің өзінде ол кісі толық қазақ тілінде ойын жеткізе алады дегенге мен сенгім келмейді. Біздің мемлекет басшылары ұлттық рух ояну үшін, қазақ тілінде сөйлеу үшін не істеуге болады? Мысалға, сізді білім және ғылым министрі қылып бір күнге қойды. Сіз не істейсіз? Мысалы, біздің президентіміз үлкен үлгі болады, негізі, ол орыс болып өскен, орыс мектебін, бірақ президент болмас алдында қазақ тілін үйренді. Үйренді, әрең еріксіз мына халыққа, оның өзінде пісмілесі ғана қазақ тілі. Ол амандасады, армысыздар, қазақ елі осындай дейді, содан кейін ары қарай орысша көшеді, содан кейін аяқ жағында сау болыңдар қазақтар деп сөйтіп аяқтай салады. Бірақ Қасым-Жомарт Тоқаевтың әкесі Кемел деген ақсақал, жазушы, қазақ тілінде мына детектив саласының негізін қалаған, өте зиялы азамат болған. Сол кісі дипломат қылып оқытты, үйретті. Бірақ соның өзінде Қасым-Жомарт Тоқаев қазақша білмей өсті. Оны мен сыртқы істер министрі болып тұрғанда білемін, қазақша білмеген ол кісі. Бірақ президентіміздің кінәсі неде? Егер онымен ата-анасы оны қазақшасын дамыту керек еді. Негізі. Мысалы, сіздің балаларыңыз қазақша білмесе, олар кінәлі ме? Жоқ, сіз кінәлісіз. Сіз оларға қазақ тілін үйретпедіңіз. Солай ғой? Бәрінде сіздің атаңыз сияқты намысын оятатын ата болған жоқ қой, яғни. Иә. Мысалы, мені туысқан атам, бізді ата-анамды ол кінәлаған. Сендер кәріс тілін біле тұра, балаларыңмен неге кәрісше сөйлемейсіңдер деп кінәлаған, ұрысқан. Ұсынысым неде? Мен қалай ойлаймын, арманым, Қазақстанда барлық адамдар бірдей қазақ тілін білмейді ғой, білмейді. Егер біз барлық адамдар, орыс тілді адамдарға кішкентай болса да қарапайым деңгейге дейін қазақ тіліне үйретсек, содан кейін қазақ тілінің нағыз дамуы бастайды. Яғни бастан бастамайық, аяқтан бастайық дейсіз ба қазақ тілін үйретуді?
Думан аға, мен кішкентай адаммын, сіз де онша үлкен адам емессіз. Әлі мен сенемін сіздің саяси болашағыңызда, алла қаласа. Бірақ біз кішкентай адаммыз, президент емеспіз. Біз біздің кішкентай деңгейде біз өзіміздің жұмыстарымызды орындаймыз. То есть жұмыстарымыз Қазақстан дамуына деген жұмыстарын. Мен өзімді мен мүмкін ертең менің арқамда өте көп мұғалім басқа көзқараспен қазақ тіліне қарай бастайды. И тіпті басқаша методикамен үйретіп бастайды. Содан кейін көбірек адамды үйрете алады. Содан кейін біз қазақ тілін не білген болып кетеміз. Мысалы, үкіметте неге орыс тіліне ауысады? Себебі қалай ойлайды? Бәрі түсінбейді қазақша. Тек қана қазақ тілі қазақша түсінеді. Ал орыс тілі не істейді? Ол түсінбейді ғой. Сонда давай орыс тілі болсын. Осындай ой болмасын деп барлық халықты үйренуіміз керек қазақ тіліне. Мен сіз түсіндім, яғни сіздің айтпағыңыз, әлім білмеген әлек, біз өзіміздің айналамызда қолымыз жететін жерлерді қазақша сөйлетпей, анау жоғарыға араласпай қояйық дейсіз. Вот смотрите, Думан аға, біз айтамыз, біз патриотпыз, қазақша сөйлеңдер деп жүреміз. Бірақ сіз, егер біз нағыз патриот болсақ, өз Максим Рожин ба айтты ма, или президент айтты ма, білмеймін, есімде жоқ. Что біз қазақ тілділер, орыс тілдерге, қасымдағы орыс тілдерге біз көмектесуіміз керек. Олармен айналысып жүріп, оларға қазақ тілін үйретіп. Мысалы, сіздің қасымдағы достар бар, орыс тілді, не знаю, достар или таныстар бар, олармен қазақша. Мысалы, сәлемдесу, содан кейін қарапайым қазақтың тілінде сөйлету, қоштасу, бәрін қазақша. Мен тырысам. Владислав, сіздің жаңағы Өзбекстаннан көшіп келгеніңізді білеміз. Кейінгі жылдары мына билік өзгергелі бері, Мирзиёев келгелі бері өзбек елінде көп жақсы өзгерістер болып жатыр. Әсіресе демократиялық құндылықтар пайда болды. О жаққа батыс инвесторлар да қызығып жатыр. Енді мынандай әңгіме шығып жатыр. Өзбекстан Республикасы экономикалық даму жағынан Қазақстанды қазір жетті дейді Қазақстанға. Енді 1-2 жылда басып озады, содан кейін қазақтар оларды қуып жете алмайды дейді. Сіз Өзбекстаннан көшіп келген азаматсыз ғой. Кейін Өзбекстан дамып кетіп, Қазақстан әлі біз негізі орнымыздан тапжылмай тұрғанымызға 30 жыл болды. Біз бір орында тұрғанын жақсы көретін халықпыз. Тағы да бір 30 жыл тұрып қалуымыз мүмкін. Өкініп қалмайсыз ба Өзбекстаннан көшіп келгеніңіз? Өкінбеймін. Себебі қараңыз, қазақ тілін үйрену үшін қаншалықты көп уақытым кеткен, сіз елестете аласыз ба? Мен Қазақстанды енді сүйем, жақсы көрем. Қазақтарды, қазақ жерін, елін. Қазақ елі мен үшін қасиетті жер. Себебі қарсылар бірінші болып Қазақстанда келді. Депортация ұшырап. Сондықтан бірінші болып қазақтар өз нандарын бөлісіп, өз үйлеріне қабылдағандықтан қарсылар әлі күнге дейін тірі болып қалды. Біз тіріміз Қазақстан арқасында. Сондықтан Қазақстан қандай да кризиста болса да, мен қазақты қала беремін. Атанам қазақстандық. Атанамды мен о дүниеге қоштасам, қалай айтуға болады. Содан кейін өмір сүре берем Қазақстанда. Мен қазақ тіліне деген қызығушылығым, қазақ тіліне деген өмірім ауыстыра алмаймын басқа өмірге. Все, Қазақстан болады. Яғни сіз өзіңіздің қандай кризис болса да Қазақстанда. Мен өкінбеймін. Өзбекстанда
қанша көп не даму болса да дами берсін, Өзбекстан дами берсін, біз де дами береміз. Мен бармын ғой Қазақстанда, дами береміз. Мен Енді бір қазаққа сұрақ рұқсат сенем, болса. қазаққа сенем. Жет атасындағы қазаққа сенем. Енді бір сұрақ рұқсат болса. Владислав, бізде мына мемлекеттік деңгейде жұмыс істеп тұрған бір институт бар. Қазақстан халқы ассамблеясы деп аталады. Ол 90-шы жылдары құрылғанда негізі оның көздегені мынау еді. Басқа ұлттардың түгелін қазақ халқының жан-жағына жинап, Қазақстан мемлекетін жақсы көруді үйретеміз, қазақ тілін үйретеміз, өстіп ассамблея арқылы бүкіл ұлттардың қазаққа деген сыйласымдығын арттырамыз деп. Оны әлгі ассамблеяның мүше болып жүрген басқа ұлттарда, қазақтарда ассамблея десе жыныңыз ойнайды. Неге? Өйткені ассамблея ешқашан қазақтың мүддесін сөйлеп, немесе қазақтың ұлттық болмысын қорғайтын бір заң жобасын ұсынған жоқ. Олар Наурыз кезінде ғана қазақтың шапанын киіп шығып, ет жеп қымыз ішеді. Ал басқа уақытта тек қана өз ұлттарын қорғайды. Осы ассамблея бізге керек пе, жоқ әлде оның көзқарасын өзгертіп, әлі де жүргізуге бола ма, қалай ойлайсыз? Мен анығын білмеймін, айта алмаймын. Мен білем ассамблея бар екенін, ассамблея отырыстарына мені көп рет шақырған олар. Мен именно қазақ тілі тақырыбы бойынша мен барғанмын, қазақ тілін қалай үйретуге деген пікірлеріммен көп айтқанмын. Егер бірақ олар, мен қалай ойлаймын, егер оларға керек болғанда, мен олар көп рет шақырар едім мені деп ойлаймын. Бірақ керек па, керек емес пе айта алмаймын. Бірақ егер олардың миссиясы қазақ халқын көрметтейтін миссия болса, шын жүректен көрметтейтін жаман емес деп ойлаймын. Бірақ олар қалай орындайтынын анығын білмеймін. Сіз қазір айтасыз, тек қана шапан бір киініп, Наурыз кезінде ғана, басқа уақытта нетпейді, керек қылмайды қазақ. Айта алмаймын, бірақ олардың миссиясы не? Қазақтарды басқа ұлттармен біріктіру, қазақстандық ұлтын құру. Бірақ олар өздерінің бастапқы миссиясынан тайып кетті. Қазір не істеп жүргенін олардың өздері де білмейді дейді. Онда институт керек пе? Егер өзінің алға қойған мақсатына жете алмай жатса. Бірақ думанығын мен айта алмаймын. Мен анығын білмеймін. Олар керек пе, керек емес пе айта алмаймын. Бірақ ойлаймын, егер қазаққа деген, қазақ халқына деген, ұлтына деген жемістері көбірек болса, олар керек. Аз болса, керек емес деп ойлаймын. Кен мырза, сізге көп рахмет. Негізі мен сізді сұхбат бере ме, бермей ме, келсе ме, келіспей ме деп көп ойланып жүргім. Дегенмен Facebook парақшаңызға бір-екі хат қалдырдым. Жылдам шұғыл түрде 1-2 күннің ішінде хабарласып, келісіміңізді бердіңіз. Және қазақ тілін қазақтардың арасында да, өзге ұлт арасында да дамытып, барынша өзіңіздің септігіңізді тигізіп жатыр екенсіз. Ол үшін мемлекет басшыларына да бірнеше рет құрмет, мақтау қағаздарын алған екенсіз. Ол аздық етеді. Енді 5-6 жылда орден, медаль алып, жалпы қазақтың бір жалғыз кәрісіне айналасыз деген бір тілегім бар. Білетін шығарсыз, Геральд Бельгер деген неміс жазушысы бар, ұлты неміс. Бірақ қазақтар гераға деп қатты сыйлайды. Сондай деңгейге жетсеңіз, сіз қазаққа жұмыс істесеңіз, қазақ сізді ешқашан ренжітпейді, оны өзіңіз де білетін шығарсыз. Рахмет. Мен қалай ойлаймын, мен Қазақстанның тарихында өзімнің ізімді әрине қалдырым келеді. Болашақта қазақстандықтар айтса, оның ол кісінің арқасында енді қазақ тіліміз тірі
айта берсе мен қуанышы болар едім. Мен немелерім одан кейін ұрпақтарым осындай сөзді естісе, мен қуанышы болар едім. Қазақстан, қазақ тіліміз жасай берсін. Көп рахмет сізге, Владислав, сұхбат бергеніңізге. Енді бұл не дейді арнасында сізбен әлі де талай сұхбаттасамыз деген ойдамын. Амандықта жүздесейік. Сау болыңыз. Владислав Тен жалғыз емес. Геральд Бельгер жазушы және Татьяна әнші қыздар қазақта бұрыннан бар. Кейінгі күндерде Оксана Петерс, Оксана Лоскут, Максим Рожин деген сияқты бірнеше басқа ұлт өкілдері бар. Олар туралы интернетте видео шаш етектен. Әр қайсысы қазақ тілін үйреніңдер, қазақтың болашағы қазақ тілінде деген қанатты сөздер айтып жүр. Шіркін енді солардың қатарына өзіміздің қара көздер қосылып, қазақ тілін, ана тілін үйреніп жүрмін десе ғой. Сіз не ойлайсыз? Осы видеоның астына пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басып қойыңыз және сілтемесін тарата жүріңіз. Ал менің Каспий есеп шотыма аз да болса көмек көрсетулеріңізді өтінемін. Келесі кездескенше аман болайық. Кеш жарық, ешкі сарғағай.